Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл видеода базалық белдемші сызбасын сызатын боламыз. Бұл сызбаны үйреніп алсаңыз, кез келген өлшемде және кез келген фасонда юбка үшін сызба сызатын боласыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийде сұрасаңыздар міндетті түрде жауап беретін боламын. Белдемше тігу үшін бізге 3 өлшем керек болады. Мысалы, беліміздің ең жіңішке жері және бөксеміздің ең шығыңқы жері және бұйымымыздың ұзындығы. Өлшем алатын кезде өлшенетін адам жұқа киімде болу керек және оның белін жіппен, лентамен немесе резинамен байлап қоюымыз керек. Обхват талия бізде бел айналасы, белімізді айналымы, обхват бедра, бөксе айналымы, длина изделия, бұйым ұзындығы. Осы 3 өлшемді пайдаланып, сіз кез келген фасонда және кез келген өлшемде юбка үшін сызба сыза аласыз. Беліміздің ең жіңішке жерін жіппен немесе лентамен, резинамен байлап аламыз және өлшейтін боламыз. Менде обхват талия 70 см болды. Өлшемдерді өлшеген кезде қағазға бірден жазып алатын боламыз. Келесі кезекте бөксенің айналымын өлшейміз. Бөксенің ең шығыңқы жерін өлшеп алатын боламыз. Ол үшін лентамызды өлшеген кезде осылай бір саусағымызды ішіне қойып өлшейміз. Мінекей лентамызды осылай ішіне бір саусағымызды салып өлшейтін боламыз. Обхват бедра менде 98 см шықты және бұйым ұзындығы. Длина изделия менде юбканың ұзындығы 80 см. Осы 3 өлшемді пайдаланып базалық сызба сызатын боламыз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін осындай А4 қағазға көрсететін боламын. Менде осындай миллиметровый линейка бар, осымен сызып көрсетемін. Жоғарыдан төмен қарай 5 мм белгілеп алдым. Енді осыдан төмен қарай түзу сызық жүргізетін боламын. Осы нүктемізді Т нүктесі деп белгілейтін боламын. Т-дан төмен қарай бөксені белгілейтін боламыз және бұйымның етегін. Бізде бұйымның ұзындығы 80 см. Мен 80 см белгілеп алдым. Бұл нүктені N деп белгілейтін боламын. Енді кезекте біз Т және Б аралығын шығарып алатын боламыз. Бөксемізді 4-ке бөліп, одан -2 см аламыз. Бізде 98 4-ке бөліп 2-ні алып тастайтын болсақ, 22-де 5 см шығады. Т-дан Б-ға 22-де 5 см белгілеп, Б нүктесін қойып аламыз. Осы нүктелерден оңға қарай түзу сызық жүргізіп шығатын боламыз. Т-дан Т1-ге, Б-дан Б1-ге, N-нан N1-ге дейін жүріп шығуымыз керек. Т-дан Т1-ді табу үшін біз бөксені 2-ге бөлеміз. 98-ді 2-ге бөлсек 49 см. Бізде бөксе айналымының жартысы. Енді Т-дан Б-ға 22-де 5 см белгілеп алдық. Енді Т-дан Т1-ге 49 см. Осы нүктелерді қосып, координата торын шығаратын боламыз. Төмен қарай 5 см белгілеп алдым. Енді Т-дан Т1-ге 49 см белгілейміз.
T1 нүктесіне параллель N1 нүктесін 49 см етіп сызып аламыз. Және осы N1 мен T1 нүктесін қосамыз. B нүктесінен оңға қарай түзу сызық жүргізіп, P1 нүктесін шығарып алатын боламыз. T1-ден P1-ге 22-де 5 см белгілеп алдым. Енді осы нүктелерді қосып шығамын. Бұл бізде координата торы дайын болды. Базалық торымызды 2-ге бөлеміз, алды және артына. Ол үшін T1 нүктесін дәл ортасын тауып алатын боламыз. Бізде 24-те 5 см шықты. P1 нүктемізде дәл сола 24-те 5 см. Осы екеуін қостым. Және төмен қарай жалғастырып сызатын боламын. Мен сызуды ұмытып кетіппін. T1 ортасы белгілеген жеріміз T2 нүктесі болды. P1 нүктеміздің ортасы P2 нүктесі болды. Енді осы сызықты жалғастырып сызатын боламыз. Бұл юбкамыздың алды және артқы бөліктері үшін керек болады. N2 нүктесінде белгілеп алдым. Енді біз выточкалардың орнын белгілеуіміз керек. T және T2 нүктесінің ортасын белгілеп алдым. Осыдан төмен қарай жүргізетін боламыз. B нүктесіне дейін T2 және T1 нүктесінің ортасын белгілеп алдым. Және төмен қарай B сызығына жүргізіп шықтым. T2-ның ортасы T3, T2 T1-ның ортасын T4 деп белгілеп алатын боламыз. Енді T3 нүктесінен төмен қарай 10-12 см белгілейміз. Мен 10 см белгіледім. Осы T3 нүктемізден оңға және солға 1,5 см-ден нүкте қойып алдым. Осы 3 нүктені қосатын боламыз. Бұл бізде алдыңғы бойдың выточкасы. Ол не үшін керек десеңіз, бізде беліміз бен бөксеміздің айырмашылығы бар. Сол үшін керек болады. Артық маталарды тігіп қоятын боламыз. Енді T4-ден төмен қарай 8-10 см белгілеп алатын боламыз. Мен 8 см белгіледім. T4-ден оңға және солға 2 см-ден белгілеп, осы 3 нүктені қосып алатын боламыз. Мінекей менде артқы бойдың выточкасы дайын болды. Келесі кезекте P нүктесінен жоғары қарай 10 см белгілеп аламыз. Және T2 нүктесінен оңға және солға 2 см және осы нүктеден жоғары қарай 2 см белгілеп аламыз. Осы жоғары қарай белгілеген 2 см орнымыздан жаңағы 10 см белгілеген нүктемізді қосып шығамыз. Осы 3 нүктені қосып аламыз. Енді осы видеодағыдай жаңағы 2 см жоғары көтерілген нүктеден T3-ті қостым және оң жақта T4-ге дейін қосып алдым. Бізде базалық выкройкамыз дайын болды. Бұл сызбаны кез келген фасон үшін пайдалансақ болады және кез келген өлшемге өз қолымызбен лекала шығаратын боламыз. Келесі видеода шлицаны қалай сызу керектігін көрсететін боламын және көн белдемшесін, жартылай көн белдемшесін, колокольчик белдемшелерін көрсететін боламын. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Және сұрақтарыңыз болса комментарийде сұрасаңыздар міндетті түрде жауап беретін боламын.
Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл видеода жартылай күн юбкасының сызбасын сызуды үйренетін боламыз. Полусонца юбкасын пішу үшін бізге арнайы формула керек болады. Осы формуланы пайдаланып, кез келген өлшемге, кез келген фасонда жарты күн юбкасын пішіп алсаңыздар болады. R бізде бел айналымы, обхват талия, пи математикадан естеріңізде болса 3,14 см. Өзгермес сан. Тек қана бізде бел айналымы өзгеріп отырады. Менде бел айналымы 70 см, ал бұйым ұзындығы 60 см. Радиусты табу үшін бел айналымын өзгермес санға бөлеміз. Полусонца юбкасының радиусы шығады. Радиусты табу үшін 70 см бөлеміз 3,14-ге. Сол кезде бізде 22,5 см шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін осы қағазға сызып көрсететін боламын. Бұл сызықты мата деп алатын болсақ, радиусты центрден, осы бұрышты центр деп аламыз. Осы центрінен айналдырып, линейкамыздың ұшын қойып аламыз да 22,5 мм белгілеп шығамыз. Мінекей, бізде жартылай күн юбкамыздың леккалас дайын болды. Бұл бізде бел айналымы, етегі. Сіздерге түсінікті болу үшін осындай кусок матада көрсететін боламын. Матамызды бүктеп аламыз және осы леккаламызды қоямыз. Осылай қойып, қиып алатын боламыз. Сіздер үлкен матаға қойып пішкен кезде тігіс үшін қосымша қосуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, астына жазып кетсеңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын.
Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бұл видеода базалық сызбаны пайдаланып трапеция юбканың сызбасын сызуды үйренетін боламыз. Базалық сызбадан бізге керекті ұзындықты өлшеп аламыз және осындай түзу сызықпен қосып алатын боламыз. Алдыңғы және артқы вытяжкалардың орнын етекке дейін жалғастыратын боламыз. Және осы көрсетілген сызықтарды қиып аламыз. Белдемшенің базалық сызбасын осылай қиып алдым. Енді кезекте вытяжканы жабуымыз керек. Вытяжканы жабу үшін осылай бір жағынан қиып аламыз. Енді осы вытяжканы жабыстырып қоямыз. Осылай жабыстырған кезде аст жағы бүктеліп қалады. Сол үшін осы сызықты қиып аламыз. Вытяжкаға дейін 2 см жеткізбей қиып алатын боламыз. Және видеодағыдай жоғары жағынан вытяжканы жапсақ, астынан осылай өзі ашылып шығады. Автоматически ашылады. Артқы жағында дәл солай 2 см жеткізбей қиып аламыз. Вытяжкамызды қиып, видеодағыдай жабыстырып қоямыз. Сол кезде асты жағы өзі ашылатын болады. Енді бұны матада көрсететін боламын.
Сәлем достар. Бүгін бұл видеода сонса юбкасын пішуді үйренетін боламыз. Сонса юбкасын пішу үшін бізге ең алдымен радиусын табып алуымыз керек болады. Радиусын тауып алу үшін бізге осындай формула керек болады. Бұл өзгермес сан, тек қана бізде P бел айналымы өзгеріп отырады. P бізде бел айналымы, обхват талия, ал пи математикадан естеріңізде болса 3,14 см, ол бізде өзгермес сан болып келеді. Осы формуланы пайдаланып радиусты шығарып алатын боламыз. Бізге бел айналымы және бұйым ұзындығы керек болады. Осы екі өлшеммен юбкамызды сызбасын сызып алатын боламыз. Менде бел айналымы 70 см, юбка ұзындығы 60 см. Радиусын табу үшін 70 см-ді бөлеміз, 2 көбейтілген 3,14 см. Біздің радиусымыз 11,14 см-ге тең болды. Сіздерге түсінікті болу үшін осы қағазға сызып көрсететін боламын. Неге осы сызықты мата деп алатын болсақ, матамызға бұйым ұзындығын белгілеп аламыз және радиусымызды белгілейтін боламыз. Радиус центр С әрпімен белгілеп алсақ, центрден оңға және солға 11 мм-ді белгілеп алып, осы центрден линейкамызды қойып алып, 11 мм-де айналдырып, юбкамыздың бел бөлігін шығарып алатын боламыз. Келесі кезекте енді юбкамыздың ұзындығын белгілейміз. Юбкамыздың ұзындығы 60 см болса, етекті қайыру үшін де қосымша қосып 2 см, 4 см аралығында қосып шығамыз. Бұны да осылай центрден 60 см, 62 см белгілеп шығамыз.
Дайын болған лекаламызды осындай матада қойып пішіп көрсетейін. Матамызды бүктеп аламыз және осы бүктеу жағына лекаламызды қойып, осылай қойып аламыз да шетінен қиып шығатын боламыз. Егер сіз үлкен матада өзіңіздің размерде пішетін болсаңыз, тігіс үшін қосымша қосып, одан кейін қиыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийде жазып қалдырсаңыздар міндетті түрде жауап беретін боламын. Мінекей біздің юбкамыз почти дайын болды. Бұл юбканы кез келген өлшемге, кез келген фасонда шығарып алсаңыздар болады. Бұл пояс жағына резина тіксеңіз де болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарап. Неге біздің сонца юбкамыз дайын болды. Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай әдемі алжапқыш тігеміз. Алжапқыш киімді ластанудан қорғау үшін белге немесе мойынға байлап киілетін бұйым. Оның бірнеше түрлері бар. Ас үй үшін, мектеп үшін, медициналық және зертханалық, шеберлік ұсталар, суретшілер, тігіншілер және мейрамхана, қонақ үй, шаштараз салаларындағы жұмысшылар киеді. Мақта, зығыр, полиэстер, былғары матасынан тігуге болады. Алжапқыш тұрмыста да, кәсіби ортада да кеңінен қолданылады. Әрі оның дизайны мен материалы қажеттілікке қарай таңдалады. Сіздерге түсінікті болу үшін дәптерге сызып, өлшемдерін жазып қоятын боламын. Матаның ортасын белгілеп аламыз да екі шетін осы ортаға алып келеміз. Және матаның шеттерін, косойларын шығарып тастайтын боламыз. Линейканың көмегімен линейканы 90 градуста шетіне қойып алсақ, косой өзі шығады. Лекаласын қағазға шығармай, бірден матаға сызып кететін боламын. Мойын ойнысына 10 см, иықты 12 см белгілеп аламыз және төмен қарай 2 см белгілейміз. Және осы нүктелерді иықты қосып шығарып аламыз. Мойын ойнысын төмен қарай 15 см белгілеп, осындай арнайы линейкамен овалный сызсаңыз болады. Осындай линейка жоқ болса, көзбен шамалап сызып шықсаңыз болады. Иық нүктесінен төмен қарай 40 см белгілеп аламыз. Матаның ені бізде 35 см, осы 35 см бойымен алатын боламыз. Және осы нүктелерді мына линейканың көмегімен біріктіреміз. Матаның бойын алатын боламын. Менде матаның бойы 90 см. Фартуктың етегін 4 бұрыш етіп алсаңыз да болады, овальный етіп алсаңыз да болады. Ол сіздің қалауыңыз. Мен енді екінші артқы бойға өттім. Артқы бойда мойын ойнысын 10 см белгілеп, иықты 12 см белгілеп, төмен қарай 2 см түстім. Иықты қосып алып, одан кейін мойын ойнысын сыздым. Кішкене көп болып кеткен сияқты мойын ойынысы, қиған кезде тіктеп кетемін. Проймаға 40 см төменге белгілеп алдым. Осы нүктені иықпен қосатын боламын. Ұзындықты 90 см етіп алдымен артын бірдей белгілеп алдым. Енді қиып шығатын боламыз. Қалған бөліктерден қалта және белдік қиып аламыз ортасынан. Бізге 90 см мата жеткілікті болды.
Қалған мата бөліктерінен белдік алуым керек. Маған 4 белдік керек. Сол үшін 4 кусокты қойып аламын да енін 8 см етіп осы ұзындықта алатын боламын. Қиып алған белдіктерімізді видеодағыдай бастап екі шетін тігіп аламыз, ал бір шетін тікпейміз. Сол жағынан оң бетіне аударатын боламыз. 4 бөлікті де осылай тігіп алғаннан кейін иненің көмегімен аударып алатын боламыз. Аударып болғаннан кейін үтіктеп шығамыз. Тігісін бір жағына жатқызып үтіктеп аламыз. Үстінен сәндік тігіс жүргізіп шығамыз. Мен әрқашанда ең алдымен майда детальдарды тігіп дайындап алатын боламын. Енді кезекте мата кусоктарынан қалта шығаратын боламыз. Бұл қалтаның қалай тігілу барысы, қалай пішілу барысы бұдан алдыңғы видеода көрсетілген болатын. Өтіп көрсеңіздер болады. Қалтамызды тігіп болғаннан кейін алдыңғы жақтың оң бетіне осы қалтамызды тігіп шығатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін артқы бой мен алдыңғы бойды беттестіріп, иықтарын тігетін боламыз. Видеода көргеніңізде иығын екі қайтара тігіп аламын. Және осы тігісті артқа қайырып, үстінен сәндік тігіс жүргізіп шығатын боламын. Мен оверлок пайдаланбаймын, сол үшін осындай сәндік тігістерден пайдаланамын.
Иықты тігіп болғаннан кейін мойын ойнысын тігетін боламыз. Косой бекамен өңдесеңіз де болады. Менде косой бека жоқ болғандықтан осылай матаны жіңішке қайырып 0,5 сантиметрдей қайырдым да 2 қайтара тігіп шығып жатырмын. 0,5 сантиметрдей бірінші рет тігіп шығамын. Үстінен үтіктеп алып, одан кейін 0,1 строчкада оң бетінен сәндік тігіс жүргізіп шығатын боламын. Ендігі кезек бізде пройма жағы. Осы жағына 2 қайтара жіңішке етіп тігіп шығамын. Үтіктеп аламын да екінші қайтара 0,1 строчкамен сәндік тігіс беріп шығатын боламын. Мінекей біздің фартугымыз почти дайын болды. Енді осы белдіктерді тігіп шығу ғана қалды. Осылай матамыздың шетін 1 сантиметрде қайырып, 2 рет қайырамыз да, соның ішіне, қайырғанның ішіне белдігіміздің тігілмеген жағын қосып 0,1 строчкада тігіп кетеді. Тігіп болғаннан кейін белдігімізді көтеріп, үстінен тағы бір строчка беріп қоямыз. Немесе осылай матамызға қосып 2 рет қайырып тіксек болады, егер матамыз жұқа болса. Біздің фартугымыз дайын болды. Ең алдымен майда деталдар тігіп алдым. Одан кейін иығын қостым, мойын ойнысын өңдедім, пройма жағын өңдеп, одан кейін 2 жағын белдікті қосып тігіп кеттім. Ең соңында етек жағын 2 қайтара тіктім және әдемілеп үтіктеп алдым. Қызыл матаны не үшін қара жіппен тікті десеңіз, бұл заказчиктің қалауы болды. Қара жіппен тіккенімді қалады. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және достарыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Өз пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Бұл алжапқышты 1 мен 10 аралығында бағалап кетсеңіз болады. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай кәжекейді тігуді үйренетін боламыз.
каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қағаз, қайшы, сызғыш, ручка керек болады және өлшем керек болады. ОШ мойын айналымы, ОГ кеуде айналымы, ШП иық ұзындығы, ДИ бұйым ұзындығы. Ең алдымен біз осындай лекалау үшін дайындап алған қағазымызды ұзындығын белгілеп алатын боламыз. Сіз бұл үшін А3 форматтағы қағазды алсаңыз болады, немесе обой қалдықтарын пайдалансаңыз да болады. Менде бұйым ұзындығы 42 см. Ұзындығымызды белгілеп аламын. Мен қағазым 39 см шықты. Матаға қойып пішкен кезде 3 см қосып кететін боламын. Енді бұйымымыздың енін өлшеп шығарып аламыз. Ол үшін ОГ-ны бөлеміз 4-ге плюс 2-ні. 2 бізде қосымша. 57-ні 4-ге бөлеміз, 2-ні қосамыз. Сонда бізде шығады 16,5 см. Қағазымызды 16,5 см белгілеп аламыз. Осыдан төмен қарай да белгілейміз және түзу сызықпен осы екі нүктені қосып алатын боламыз. Түзу сызықты төменге қарай жеткіземіз. Біз келесі кезекте мойын ойындысын шығаратын боламыз. Ол үшін мойын айналымын 6-ға бөлеміз. Бізде мойын айналымы 27. 27-ні 6-ға бөлсек 4,5 см шығады. Осы аралыққа 4,5 см белгілеп аламыз. Ал төмен жағына 4,5-ға 1 см қосамыз. Ал сіздерде 5,5 шықса, 6,5-ды белгілейсіз. Бұл мойын ойындысы. Алды лекаламыздың алт бөлігінің мойын ойындысы болады. Артқы бойдың мойын ойындысын осы жерге белгілеп кететін боламын. Жоғарыдан төмен қарай 2 см белгілейміз және жаңағы 4,5 см белгілеген жерімізбен осылай қосып шығатын боламыз. Енді иығымыз, иықты бізде 8 см, оған 1 см қосып, төмен қарай 2 см түземіз. Және осы 4,5 белгілеген жерімізбен қосатын боламыз. Пройманы шығару үшін обхват грудины 6-ға бөліп, оған 4-ті қосамыз. Сол кезде бізде осы аралық шығады. Иығымыздан төмен қарай 13,5 см белгілейміз. Осы екі нүктені қосамыз. Видеодағыдай горизонтал сызықтарды сызбалатын боламыз. Пройманы төменгі бөлігін сызу үшін 16,5 см белгілеп аламыз және осындай түзу сызық жүргізетін боламыз. Енді осы екі қиылысқан нүктені ортасынан 45 градуста 2 см белгілеп аламыз және осылай плавно қосып шығатын боламыз. Бұл бізде артқы бойдың қолтық ойындысы. Енді осы видеода көрсетілген сызықты тең ортасынан 1 см ішке қарай белгілеп, осылай қосып шығатын боламыз. Бұл бізде алдыңғы бойдың проймасы болып есептеледі. Пішкен кезде алдымен артқы бойды пішіп аламыз, кейін осы жерді қиып тастап, алдыңғы бойды қиятын боламыз. Осы аралықты түзу сызықпен қосып шығамыз. Бізде лекаламыз дайын болды. Алдыңғы бойдың мойын ойындысын осылай мен үшбұрыш істеуді қаладым. Үшбұрышынан болады. Бұл алдыңғы бойдың мойын ойындысы, ал жоғарыдағы артқы бойдың мойын ойындысы. Қиған кезде артқы бойдың мойын ойындысынан қиятын боламыз.
Алдыңғы бойдың мойын ойындысын пішкен кезде осылай қайырып қоямыз. Және мына аралықты алдыңғы бойды пішкен кезде қиып алып тастайтын боламыз. Енді матамызды алайық. Бұл астарлық үшін таңдаған материалым, ал бұл негізгі матамыз. Ең алдымен астарлы бөлігін пішуден бастаймыз. Матамызды пішуге дайындап аламыз. Көстерін шығарамыз. Кидің артқы бөлігі бір тұтас болады. Осындай бүктеу жағына ортасын қойып аламыз. Және мойын ойындысына ешқандай қосымша қоспаймыз. Иығына 1 см тігіс үшін қосымша береміз. Ал қолтық ойындысына қосымша қоспаймыз. Жан тігісі үшін 1 см қосымша қосамыз. Ал төмен жағына мен лекалам 39 см болды. Маған 42 см керек. Төменге 3 см белгілеп, осылай қиып алатын боламын. Енді кезекте алдыңғы бойды пішіп алатын боламыз. Мойын ойындысын қиып алып тастамаймыз. Осылай бүктеп қойсақ, бұл лекаланы кейінде пайдалана берсек болады. Проймасын осылай 1 см іштен сызған жерімізді қиып алып тастаймыз. Ол бізге қимыл қозғалыс үшін керек болады. Енді мойын ойындысы үшін қосымша бермейміз. Иығымыз үшін 1 см қосымша береміз. Қолтық ойындысы үшін қосымшаны керек жоқ. Ал жан тігісі үшін 1 см қосып сызамыз. Төмен қарай 3 см қостым. Жан тігісі үшін 1 см. Енді қиып алатын боламыз. Кажекейдің алды осылай овальный болғанын қаладым. Ол үшін 5 см белгілеп алып, осылай сызып алдым. Кажекейіміздің алды ашық болады, сол үшін 2 бөліктен тұрады. Астарлы бөлігімізді пішіп алдым. Енді кезекте негізгі матамызды пішетін боламыз. Осы пішіп алған бұйымымызды бастырып пішіп алсақ оңай болады.
Мінекей барлық деталдарды пішіп дайындап алдым. Енді ең алдымен астарлы бөлікті оң бетіне беттестіріп осылай қойып аламыз және иығын закрепкамен тігетін боламыз. Астарлы бөлікті тігіп болғаннан кейін негізгі матамызды аламыз. Артқы бойдың оң бетіне алдыңғы бойдың оң бетін осылай беттестіріп, бұны да иығын закрепкамен тігетін боламыз. Мінекей мен тігіп алдым. Негізгі матамыздың оң бетіне астарлы матамыздың оң бетін беттестіріп, иықтарын бір-біріне келтіріп аламыз. Мінекей мен тігуге дайындап алдым. Ең алдымен алды бөлікті тігіп шығатын боламыз. Алдын тіккен кезде осылай жартысынан бастап тігетін боламыз. Мына беттің жартысына дейін. Енді осы тігіп алған жерімізді қайшының көмегімен 0,2 см жеткізбей қиып шығатын боламыз. Келесі этап бізде қолтық ойындысын тігу. Қолтық ойындысын тігу үшін ең алдымен осылай иық сызықтарын, тігістерін бір-біріне қойып аламыз. Және осы қолтық ойындысын бір-біріне келтіріп, түйреуішпен түйреп шығатын боламыз. Осы аралықты тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдым. Енді 0,2 мм жеткізбей осылай қиып шығатын боламыз. Бұл аударған кезде мата жақсы жату үшін қажет болады. Қиып болғаннан кейін артқы жағынан
аударатын боламыз. Осылай екі иықтан алдыңғы бөлікті шығарып алатын боламыз. Кейін жақсылап үтіктеп аламыз. Неге үтіктеп алдым, енді кезекте біз жан тігістерін тігетін боламыз. Бұл үшін осылай астарлы бөлікті алып аламыз. Қолтық ойындысын тігістерін осылай түйреп аламыз. Артқы бойды астарлы бөлікпен негізгі бөлікпен беттестіріп осылай түйреп шығатын боламыз. Екінші жағында дәл осылай түйреп алатын боламыз. Бір бөлікті астарлы жағынан 10 см ашық қалдырамыз. Бұл бізге аудару үшін керек болады. Екі жан тігістерін тігіп болдым. Енді етек жағын осылай түзіп қойып алып, ашық жерін жалғастырып тігіп шығатын боламыз. Тігіп болдым. Енді жаңағы ашық қалған жерден осы аралықтан жекемізді оң бетіне аударып аламыз. Аударып болғаннан кейін ашық жерімізді 0,1 см тігіп алатын боламыз. Біздің қажекеміз дайын. 0,5 см-ден сәндік тігіс беріп шықсақ болады. Мен осылай сәндік тігіс беруді жөн көрдім. 0,5 см-де айналдырып тігіп шығамын. Бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп қойыңыздар.
Бұл кәжекейдің тігілу жолы өте оңай және 4 қана өлшеммен пішіп алуға болады. Кез келген өлшемнен кез келген лекаланы шығарып пішіп тігіп алсаңыз болады. Мұндай кәжекейді кез келген материалдан тіксеңіз де болады.